Неше түрлі сусындарда бар? Жақсы, бірінші моншаның денсаулыққа пайдасы туралы айтайық. Монша денсаулыққа өте пайдалы. Біріншісі детокс, яғни адам моншаға барған кезде жарты литрден 1,5 литрге дейін тер бөлінеді екен адам ағзасынан. Нәтижесінде термен бірге организм улы заттар, токсиндер, шлактардан тазарады. Яғни бұл детоксқа жақсы әсер етеді. Екіншісі жүрек тамыр қызметін жақсартады. Себебі моншаға барған кезде жоғары температурада тамырлар кеңейеді. Қан айналымы жақсарады, қан айналым процесі жақсарып, организмге бүкіл клеткаларда оттегімен қамтамасыз етілуі жақсарады. Нәтижесінде зат алмасу процесі жақсарып, артық салмақтан арылуға да жақсы көмектеседі монша. Қандай жақсы түсіндіріп айттыңыз. Біз енді моншаға бару керек екен, жақсы екен, тез жазыласын дегенді білеміз, бірақ дәрігерлік тілмен әдемі түсіндіріңіз. Енді қандай жиілікпен және қанша жастан бастап баруға болады? Моншаға енді кішкентай балаларға керек емес. Аптасына 1-2 рет моншаға баруға кеңес беремін. Ол монша, яғни біздің иммунитетімізді жоғарылатады, вирустарға деген организмнің қарсы тұруы, мысалы, иммунитетті нығайтады. Сондай пайдалары бар.